Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сократив деп аталатын платформамен танысатын боламыз. Осы платформаның негізінде сұрақ қоюға болады, тест ұйымдастыруға болады, дұрыс немесе бұрыс деген секілді ойындарды ұйымдастыруға болады. Бұл платформаның негізгі ерекшелігі осы сұрақтарды топтарға беруге болады, яғни топпен жұмыс жасауға өте тиімді әдіс болып табылады. Ол үшін бірінші сократив деп аталатын платформаға кіру үшін поискқа сократив деп жазамыз, шыққан socrativ.com сайтына кіреміз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, біз бұл жерде тегін кіретін боламыз. Бірінші тұрған бағытты таңдаймыз. Енді мына жерде өздеріңіздің аты жөндерін жазасыздар. Мысалға, Майра Алсейтова. Мына жерге почтамды жазамыз. Майра дәл осыны екінші рет қою керек. Мына жерде қайталамыз деп тұр, иә? Қайталадық. Енді өзіңіз паролін ұйымдастырасыз. Next деп басамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, менің почтам уже қолданылып қойған деген сөз. Яғни мен бұл платформада бірінші рет емеспін, бірнеше рет қолданғанмын. Олай болса, тікелей менің өзімнің комнатама барамыз, яғни сокративте өзіміздің жеке каналымыз, соны комната деп айтамыз. Яғни ол жерге кірген кезде, жаңағы біз көрдік қой, мұнда next деген басқан кезде бірден осы арнаға кіреміз. Бұл жерде сізден сұрайды, каналыңыздың атын қандай деп қоясыз, яғни бөлменің атын қалай деп қоясыз деп сұраған кезде, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоя беруге болады. Мысалға, мен Алсейтова деп қойдым. Бұл не үшін керектігін қазір түсіндіремін. Енді біз осы жерде қараңыздар, сұрақ құрастыруға болады. Сонымен қатар дұрыс немесе бұрыс емес true false деген ойын болушы еді ғой, соны құрастыруға болады. Және де оны балаларды қызықтыру үшін ойын түрінде топпен жарыстыруға болады. Мысалға, кіреміз мұнда, өзіңізге керектігін таңдайсыз. Мысалға, мына мен бұрында студенттерге құрастырған сұрағым, дұрыс немесе бұрыс. Келесін басамыз. Teams деп тұр, яғни командалар. Неше команда болған қалайсыз? Өзіңіздің қалауыңызша оқушылардың санына байланысты құрастыра бересіз. Мен 2 команда болғанын қалаймын. Мұнда Аюды, Араны, велосипедті, ғаламшарлық кемені ала беруге болады, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Мұнда ракета тұра берсін. Старт деп бастаймыз. Яғни бұл біздің жарысымыз басталды. 2 команда, көк түсті және розовый түсті команда. Осы 2 команда қазір сұрақтарға жауап бере отырып жарысатын болады өз арасында. Енді мен қазір телефоннан кіріп көрсетемін, ол қалай кіру керек екен. Біз яғни ешқандай ссылка, ештеңе жібермейміз, оқушылар өздері тікелей теріп табады. Поискқа сократив деп жазамыз. Қазір міндетті түрде көрсететін боламын телефондағында. Тағы да Sign Free деп басамыз. Логин. Осы жерде логин дегенде teacher логин немесе студент логин. Біз оқушы болғандықтан студент таңдаймыз. Енді осы жерде жаңағы мен айтқан комнатамыздың атауы қажет болады. Алсейтова. Join. Енді өзіміздің атымызды жазамыз. Мысалға, Амина. Амина кірді. Енді осы жерде Амина сұрақтардың жауабын таңдайды. Дұрыс. Дұрыс емес. Дей отырып таңдаған кезде барлығын қате таңдап кеттім. Ол дұрыс жауап берген сайын біздің ракетамыз жылжи бастайды.
міне Амина барлық сұрақтарға жауап берді. Оның қаншасына дұрыс немесе қаншасына бұрыс жауап бергенін көру үшін финишті басамыз. Окей. Міне енді біз осы жерде оқушылардың результаттарын көре аламыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, кім тапсырған, кім 43% ғана жинаған, кім барлығы 3 қана сұраққа жауап бергендігі белгісіз болып тұр. Егер мұғалім барлығына ортақ көрсетем десе, онда осы жерден барлығын атауын ашып көрсете беруге болады. Жоқ, көрсетпеймін, жеке өзім ғана көремін десе, онда көрсетпей осы түйінге белгісіз қылып қалдыруға болады. Мысалға, кім екенін көру үшін мынаны басамыз. Амина екен, иә? Аминаның жауаптары осылай белгіленген екен. Ал бұл жауаптардан қайсысы дұрыс немесе қайсысы қате болған көру үшін мынаны басамыз. Сол кезде ол алғашқы 4 сұраққа қате жауап берген. Бірінші сұрақ false болған болса, ол true деп жауап берген екен. Осылай ол қателесіп, бажо 3 сұраққа жауап берген. Енді қазір біз өзіміз құрастыратын боламыз. Ол үшін quizzes деген жерді басып, add quiz дегенді басамыз. Create new, яғни жаңасын ашамыз. Қандай жасауға болады? Мысалға, варианттармен жасасақ болады. Немесе, жоқ, мен варианттармен емес, true false жасаймын десеңіздер, осы жерден кіріп, true false таңдай саласыздар. Мысалға, бастайық. Тағы да есімдер туралы айтайық. Бір жылда 4 жыл мезгілі бар. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па дейміз. Мысалға, дұрыс емес деп белгілейік. Бұл жерде біз қандай жауап дұрыс болатындығын белгілейміз. Оның жауабы true, иә? Қараңыздар, біздің бірінші сұрағымыз осы болды. Енді келесі сұрақты өздеріңіз қалауларыңызша өзгерте болады. Мысалға, бірінші сұрағымыз true false болған болса, екінші сұрақты мен варианттармен неше ай бар? Оқушыларға вариант 11 ай бар, 12 ай бар, 10 ай бар, 9 ай бар. Иә? Осылай болады. Енді біз дұрыс жауабын белгілейміз. Міне, біздің сұрағымыз дайын. Дәл осылай келесі сұрақты өздеріңіздің қалауларыңызша құрастыра бересіздер. Short answer дейді, қысқа жауапты болуы мүмкін деген секілді. Енді қараңыздар. Save сақта. Бұл жерде біз енді атауын өзгертейік. Сұрақтар бірінші сыныпқа арналғандықтан, бірінші сынып деп өзгертіп қояйық, бірінші сынып сақтаймыз. Болды. Енді осыны қалай оқушыларға жібереміз? Бұны жіберу үшін, оқушылармен орындау үшін жаңағыдай қайтадан таңдаймыз. Next. Команданың саны. Қалаған жаңа бейнен басталды. Осылай оқушылар орындаған кезде біздің айлар енді тағы да осы оқушылармен біздің комнатаны бөлісудің яғни соны өзімізге алып, оқушыларға жібереміз. Оқушыларға жіберген кезде, осыны басқан кезде, тікелей біздің комнатаға кіреді. Ешқандай комнатаны атын жазып отыру, Әлсейітова деп жазып отыру қажет жоқ. Кірген кезде бірден өзінің есімін жазып, кіріп кете береді. Міне, кірген кезде осы сұрақта true. Міне, біз true деп бастық. Мына жақтан не отқан көрейік. Міне, бірінші топ алдыға жылжып кетіпті, иә? Келесі сұрақ, окей. Бір жылда неше ай бар? Бір жылда 9 ай бар деп белгілеп көрейік. Міне, ол біздікі қате болды. Енді көрейік. Міне, біздің аюымыз жылжыған жоқ.
Осы жерде біз finish деп аяқтай саламыз. Өйткені біз бар екі сұрақ құрастырған болатынбыз. Қайтадан есімін көреміз. Майра тапсырған екен. Осыны true деп белгілеген. Осылай бізге результатын осылай алуға болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақтарыңызда қолданып, оқушыларыңыздың қызығушылығын арттыра беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.